осындай машина, новый машина керек болса, инстаграмға хабарласамыз, WhatsApp номерге. Если новый машина керек болса, Дубайда қараймыз да. А если ескі американский машина керек болса, оны Шаржадан екінші базарға барып қараймыз иншалла. Астына номер қалдырып кетеміз, сілтемені соған жазып, обращение қалдыруға болады. Иншалла дұрыс машиналарды, новый машиналарды дұрыс бағасынан әкеліп береміз. Мынандай пустышка машина болатын болса, полный обновлять етіп, полный ішіне салып, бүкіл манағы набороттардың бәрін солай кіріп беруге болады иншалла. Хабарласыңдар, тиімді бағамен. Например, Hyundai Tucson 2027 жылғы ошым бағасы 13 миллион. 13 миллион бағасы. Келу бағасы, келумен бірге примерно 14 миллион Қазақстанға дейін. Нулевой пробегпен. Сборка дубайский емес. Сборка разный, иншалла. Сборканы біліп береміз. Моторын сөйлеш. Адам. Ассаламу алейкум. Mitsubishi Expander Cross примерно мықты бағасы 8 миллион, келумен 9 миллион ашады. Басталады, брат. Басталады. 9 миллион келумен Ақтауға дейін. Примерно 22 мынау. Нулевой пробег. Келумен бірге 9 миллион. Примерно. Жоқ, брат, есептеу керек. Ну, ориентировочный цена ғой. 9 миллион, 10 миллион о жақ бұжаға болады келумен. 2022. Expander. Қазақстанда 9 миллионға не аласың? Ларгус. Да? Ларгус аласың. Заказ беруге болады. Ал Дубайдан мынандай Нулевой пробег. Expander. Мынау деген Дубайда шыққанмен сборка Япония, да? Для Дубая сделаны, короче. Андай емес, дубайский сборка деген емес біз. Мынау сборка Дубай емес. Либо Малайзия, либо Таиланд. Дубайский емес. Дерсик. Тайландская сборка. Сухна дерсик екен зо. Ассаламу алейкум. Менің бауырлар. Дубай базарына келдік. Машиналардың көбі стөлі. Байлық істеп тұр. Салатанмен. 0 пробегмен. Ауды торшса. Стөлі. 0 пробег. Land Cruiser 300. Қазір бағаларын біліп аламыз, иншалла. Бәрін қазақ учетқа қоясың, сразу апарып 2021-2022 машиналар. Дештерлер бар. Ақ, қара. Chevrolet, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander. Так, Сиеналар. Мұнда Сиенаны отанына келдік, короче. Қазақстанға дейін 2020. Қазақстанский учетпен 15 миллион теңгеге шығады. Сиен алам дейтіндер хабарласыңдар. Неше түрлі сиен бар? 2020, 2018, 2017. Бәрін қазақ қылдыруға болады. Интерес болса соғында. 2016, 2015 бармайды енді. Армянский учет қылып әкеліп беруге болады сиеналарды. 16-ларды. Кішкене арзандап түседі. Хабарласыңдар. Жазыңдар. Реальный адамдар жазыңдаршы, реальный. Так, міне хикмат дейді. Сиеналар нешеде. На любой вкус XLE керек па, LE керек па, XSE керек па. Сол хаваласында, короче. Сиенаның отаны екен 2019.
Так, міне обзорға тағылады. 2019 жылғы Camry. Тоже 8 миллион теңге. Қазақстанға дейін. Люк бар. Состояние вау емес енді. Шашаған кішкене. Просто чисто обзоры көрсетіп жатқан ғой. Елный комплектация, да? Среднячок такое состояние. Елный комплектация. Так, көріп тұр ма? Көріп тұр ма? Мынандай машина бар. Америкадан келген. Мындай машина арзан болады. Америкадан келген. Жоқ, Америкадан келген емес қандай. Любойшкин. ДТП болған, не қылақ болсаған арзан баға береді, короче. Хайрикстер. Что состояние машина? Алам десеңдер. Бұны еш болмайтша бар. В общем, Дубайдың ішінде тоже бующий машина сатады екен. Соған келдік. Жүзе түрлі бующий машиналар бар. Так. Ford Explorer. Да, в общем. Ford, мягко клин Ford. Mitsubishi. Highlander. Да, хозяин. Сейчас пойдем. Mitsubishi раньше не ценовается. Corolla var mı? Хорошо. Так, ассаламу алейкум. 8 миллионға мынандай машина бар. Теңгемен. Чисто Дубайдың ценасын айтып отырмын мен. 8 миллион теңге. Үстіне 2000 доллар қосамыз доставка. Қанша 9 миллион болады примерно. Доставка Ақтауға дейін 9 миллион теңге. 2019 жылғы. Мынандай Keyword 18 пробег. $9 миллион теңге с доставкой до Ақтау. Sportage. Үстіне машина бар 2019. Кімге қызық болса в личку. Көрті вода. Жақсы былай. Косяктар көп жоқ. Neyse motorun qarab жүрейік. No accident, nothing. Ha? No accident, nothing. This original all. 1.6. Жақсы мотор. Ассаламу алейкум бауырлар. Hyundai Tucson с нуля салонда 14 миллион 700 мың теңге шығады. Бұл Ақтау. Қазақ учетпен бірге. Міне мынандай машина алып отыр жалпы Дубайдан. 14 миллион 700 мың теңге. Есептеп қараңдар, сайттан қараңдар. Біздің Қазақстанда салонда 14 миллион 700 мыңға не машина келеді екен. Біздің айдап жүрген машинамыз, иншалла, қазір тапсырып жатырмық. Бір видео обзор жасап көрсетіп жатқан. Жалпы жақсы жұмсақ жүрісі. Кеш алып алдық сол. Бір-екі күнге. Арендаға. Осы көлік. Ассаламу алейкум бауырлар.
мынандай капет 2021-2022-лер Қазақстанға келуімен бірге, жалпы қазақ учетпен 12 миллион 500-ге шығады шамамен. Бауырлар қараңдар, салафанымен тұр, жалпы көлік 1200-1500 пробегпен. 1200 пробег, километр. Американец. Бауырлар қарайын дейсіңдер осы. Жалпы біздің Қазақстаннан салоннан 12 миллионға Lada X-Ray аласыңдар. Енді ойлап қараңдар өздерің. Lada алған дұрыс па, әлде мынандай Kia Capet алған дұрыс па? Жалпы. Ассаламу алейкум, достар, қалайсыңдар, жақсыңдар ма? Ойшым, Дубайда жүрміз. Мынау Шарджа деген қаласы. Шарджада ойшым бұл машиналар, американец, тот же Грузия, та же Америка, мынаяқта да бар да. XLE, Avalon бар мына жерде, да? Brother, what price Avalon? Price. 57. 27, 2050. Міне Avalon тұр 2015-2016. 2050 дирхам дейді. 2050. Қанша субханаллах. Ал дейді қанша деді. Шатасып кеттік. 65 мың дирхам деген сияқты, по-моему, иншалла. Avalon бар мынандай вообще. Толық ақпарат білуге болады. Мындай кожа, рожа. Camry бар, 60-лар. 2017-лер ме? Арзан ма? Так, мынаның бағасын білдік міне. Мынаның бағасы деген 80 мың дирхам дейді, примерно 9 миллион жарым болады, примерно теңгемен. 9 миллион жарым. О, чисто машина бағасы ғой. Вообще 10 миллионға шығады, доставкасымен бар, примерно. Ақтауға дейін. 2019 жылғы. Полный, фул. Удар тек қана арт жағынан болған. Панорамный крыша. Удар, қарат, толщинамен мына жерде болған удар. Цвет дерс екен, әдемі көрінеді. Атырақ бәрі өзін толщинамен қарадым. Бәрі өзінікі родной цвет. Нелердің бәрі. Завод 41 мың километр жүгірген екен. 41 мың километр жүгірген. Осындай Camry.